Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін біз сіздермен статистикалық отчет 01 ИП пром дегенді қалай тапсырады, соны көрсетеміз. Бұл отчет 2 жылда бір-ақ рет тапсырылады. Бұл отчетты экономикалық қызмет түрлері статистикалық жалпы жіктеуішке сәйкес 05 және 33 аралығындағы және 35 және 39 аралығындағы жеке кәсіпкерлер және де экономикалық қызмет түрі қандай болса да өнеркәсіп өнімдерін өндірумен айналысатын шаруа қожалықтары, фермер қожалықтары тапсыратын болады. Алдымен біз поисковикке Статков KZ для респондентов деп теріп аламыз. Осы жерден респонденттің жеке кабинетіне кіреміз. Осы жерде оң жақ жоғарғы шетінде войти деген кнопка бар, соны басамыз. Согласен дегенді басамыз. Осы жерден мына жерге белгі қоямыз да, войти в систему деп басамыз. Компьютерден ECP-мызды тауып аламыз. Подписать кнопкасын басамыз. Енді осы жерден мои отчеты дегенді басамыз. Мои отчеты деген жерде біздің қандай отчет тапсыруымыз керек, осы уақытқа сол шығып тұрады. Мысалға міне 01 ИП пром 2 жылда бір рет тапсырылатын отчеты 2023 жылға әлі тапсырылмаған, низдан болып тұр. Отчеттың басталатын уақыты мынау соңғы уақыты. Осы уақытқа дейін біз тапсырып үлгеру керекпіз. Отчетты тапсыру үшін біз мына жерде создать отчет дегенді басамыз. Осы жерден открыть дегенді басамыз. Выбрать. Открыть новый отчет. Бұл ИП бойынша есептілік кезеңде ешқандай өнім өндіру болмағандықтан, мысал ретінде маталарды сатып алып, көйлек тігу жағдайын қарастырайық. Наименование видов продукции по СКПП дегеніміз, яғни статистикалық классификатор бойынша жаңағы тігетін көйлегіңіздің түрін таңдап аласыз. Ол классификатордың кодын статистика сайтындағы классификаты справочники деген жерді ашып, өзіңізге келетінін таңдап аласыз. Единица измерения дегеніміз, сіздегі өнім қандай өлшем бірлікпен саналады. Мысалға, көйлектерді біз штукпен санаймыз, сол үшін штук деп жазамыз. Одан кейін произведено продукции в натуральном выражении. Өткен жылға және осы есептілік кезеңіне. Жаңағы матадан қанша штук көйлек тіктіңіз, соны жазасыз. Одан кейін выпуск продукции товаров услуг в стоимостном выражении өзінің атында тұр. Өнімді өндірудің немесе қызмет көрсетудің ақшалай құны. Және бұдан басқа қызмет көрсетулеріңіз немесе өнім өндіру болатын болса, астынан графа қосып, ары қарай толтыра беруге болады. Және екінші бетке өтеміз. Мына жерде орындаушының аты жөні және электрондық адресі, телефоны толтырылады. Барлығын толтырып болғаннан кейін сохранить деп басасыз. Және кез келген статистикалық отчетты тапсыратын кезде ең басты жайт бұл форматно-логический контрольді қарау керек. Сол таза шықса, барлығы дұрыс өтеді. Менің мысалымдағы адамда ешқандай өнім шығару болмағандықтан, мен бұл отчетқа справка тапсырамын. Жаңағы бірінші бетке өтемін. Осы жерден, мына жерде есть справка деген галочка бар, соны қоюым керек. Справка создавать ету үшін мои справки дегенге өтемін. Мои справки деген жерге кіріп, добавить справку дегенді басамыз, жасылды. Сол жақ бұрыштағы. Осы жерден 2023 жылға справка добавить ету үшін біз 2024 жылды таңдаймыз. Форманы таңдаймыз. Қандай формаға справка жасаймыз? Жаңа 2024 жылы таңдаған кезде осы жерден қай жылға сіз справка жасаватсыз? 2023 жылға, отчет тапсырмау үшін справка жасайсыз. Осы жерге 2023-ке птичка қоясыз. Себебі бұл годовой отчет. Енді мына жерге телефон номерін жазамыз. Содан кейін сохранить деген кнопканы басамыз. Осы жерден бізге уведомление шығады. Номермен, стационарный телефон номерімен электронный адрес жазасыз ба деп. Жазбай жалғастыра беруге болады.
ЭЦП-мызды таңдаймыз мына жерден. Подписать деп басамыз. Документ успешно отправлен деп шықты. Окей деп басамыз. Мына жерде бізде справка шығып тұр, бір справка. Справканың үстінен басасы да открыть деп ашып, жаңағы көруге болады қандай справка екен. 23 жылға 01 ИП пром отчеты бойынша бізде справка дайын тұр. Енді мои отчеты деген жерге қайтып кіреміз. Мои отчеты деген жерден отчеты на действующие периоды деген жерден міне жаңағы 01 ИП пром отчетымыз тұр. Статус отчета сдан болып тұр, бағана не сдан болған. Есть справка деп птичка қойылып тұр автоматты түрде. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет. Пайдалы арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.